Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздерге ежелгі Рим империясына тиесілі болған біздің заманымызда қазба жұмыстары кезінде табылған ерекше заттар жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Олай болса біз видеомызды бастаймыз. Мың жыл бұрынғы Римдегі нан цехы. Егін шаруашылығы сол уақытта империяның негізгі азық түлігі болған. Әрі халықты астықпен қамтамасыз ету үшін бидай Египет жерінен Римге теңіз арқылы жеткізіліп отырған. Комодус патша өзі билік құрған уақытта азық түлік шаруасын өзінің ең сенімді деген уәзіріне толықтай тапсырғаннан кейін, ол қолдан жасанды аштық ұйымдастырып халықты ашаршылыққа душар етіп, патшаға қарсы бас көтерген екен. Ежелгі Рим елінің хат арқылы сәлемдесуі осы темір тиынмен басталатын болған. Ондағы жазудың мағынасы «Si vales valeo», яғни «Сіз жақсы болсаңыз, мен де жақсымын» деген мағынаға келеді. 2000 жыл бұрынғы Рим отбасының ыдысы қазіргі Италия жерінен табылған. 200 мың адамды сыйғыза алатын ежелгі Рим империясының Circus Maximus стадионы осы жерде ат жарыстар болып, құлдардың арасындағы біреуінің өлімімен ғана аяқталатын жекпе-жектер өтіліп, халықтың көңілін көтеретін болған. 1950 жыл сақталған зәйтүн майы құйылған ыдыс арадан қаншама жылдар өтсе де, өзінің ерекше иісін әлі жоғалтпаған. Ол Помпей қаласы жанарта оянуымен оттың астында қалғанда жерге көміліп, осы уақытқа дейін ерекше сақталып келген. 1600 жыл бұрынғы Сицилий аралында өмір сүрген отбасының безендірілген едені. Ежелгі римдіктер арасында жылан отбасының қорғаушысы деген сенім болған екен. Ал мына білезік соның дәлелі болса керек. 2000 жыл бұрынғы Рим отбасы керектенген күмістен жасалған асхана керек жарақтары. 1600 жыл бұрын Рим империясы оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінуден бұрын елді басқарған соңғы патша испан тегінен келген Теодор. Өзі билік құрған уақытта ол ел ішіндегі екі реткі бүлікті басып, халықты бір тудың астында ұстай білген. Өмірдің басы және соңы атты құдай Janus. Жылдың алғашқы айы осы құдайдың құрметіне January деп аталған екен. 1700 жыл бұрын әскери шерулерде киетін алтыннан жасалған дулыға. Грек аңызындағы сұлулық құдайы Афродитаның мүсіні осыдан 2400 жыл бұрын өмір сүрген Рим отбасының үйінен қазіргі Ресейдің оңтүстік бөлігінен табылған. Ежелгі Рим ақсүйектерінің ерекше едендері шамамен жасалған уақыты 2000 жыл бұрын деседі. Рим елінің қазба жұмыстарынан иттердің сүйектері көптеп табылады. Олар әлемнің әр жерінен түрлі тұқымдағы иттерді әкеліп асырайтын болған екен. Шамамен 2100 жыл бұрын Рим тиындарын сиырдың жіліктеріне жасырып Англияға алып баратын болған. Бұны жолдағы қарақшылардан қорғану үшін бе, немесе басқа себебі бар ма, оны әлі ешкім дөп басып айта алмайды. 530 мың Рим тиыны Англия жерінен осылай көмілген күйде табылған екен. Ұрлықтың немесе парадан алған ақшасын осылай жасырған болуы мүмкін. Олай болмаса, мұншама көп ақшаны жасырып, кейін ұмытып қалдырып кету ақылға қонымсыз. Я достар, біз бүгін сіздерге ежелгі Рим империясының өркениетінен қалған ерекше заттарды сіздердің назарларыңызға ұсындық. Егер арнамызда алдағы уақытта да осындай видеолар шығуды қаласаңыз, арнамызға жазылып, лайк басып, пікіріңізді төменге қалдырып кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.